Бұл жолда тротуардың бір жиегінде қары жылымси еріп жатқан мұздақтау жерде аяғын астына баса тізерлеп отыр екен. Алдында маңдайы жұлынған, оң терісі ажыратқысыз, жиегі тер мен кір баттасып жылтырланған ескі кепкасы жатыр. Ішінде бірнеше бақыр бар. Жалба-жұлба шибақыр күртесі мен қожалақ ақ көйлегінің омырау түймелерін ағытып, бір жақ иегін ашып қойыпты. Қолы дәл иық түбінен кесілген екен. Жан-жақтан жиырылып әкеп жамалған еттері сай-сай тыртық, бүртік. Бұл омырайған иыққа одан әрі қорқынышты кейіп береді. Жапалақтап қар жауып тұр. Қолсыз жарадар иыққа, төбесі тесілген жалтыр басқа түскен қар түйіршіктері бірден еріп кетпейді. Бірінің үстіне бірі қонып, қалықтай тұтасып, осы бейшара адамның қорғансыз ашық жерлерін бүркеп, жұрт көзінен тасалағысы келгендей. Ал адам қар жауған елер емес. Баяғысынша тапжылмай отыр. Тек тұсынан біреу өтіп бара жатқанда ғана селт етеді де, басын жерге жеткенше еді. Рахметіңіз, Құдай үшін. Өтіп жатқандар көбінесе оның ашық тұрған қолсыз иығынан жиіркеніп теріс айналады. Кейбіреулер жүрістерін сәл баяулатып, 2-3 тиын тастайды да, осы жерден тезірек аластағысы келгендей, аяқтарын жылдамдата басып, ұзап бара жатады. Ондайда тіленші жарылқаушысының естіген-естімегенмен шаруасы жоқ. Артынан алғыс жаудырумен болады. Құдай жарылқасын, тілеуіңді берсін, немесе оқуыңды бітір, бақытты бол. Күнде осы жерде отырады. Өткен сайын, рахметіңіз, Құдай үшін. Қайыршының түрі адам аярлықтай еді. Қойнында қаншама ақша келе жатып, осы бейшараға 5 тиын қимайтындар көп-ау. Қалтама қол салғанымда ештеңе ілікпеді. Стипендия алуға әлі 3-4 күн бар еді. Қолымның бос шыққанын көріп, тіленші торыққан жүзбен менің бетіме қарады да, бас аяғыма тез көз жүгіртіп өтіп, ауыр күрсінді. Үсті бүтін, дені сау адамда 2-3 тиын жоқ дегенге кім сенеді? Бойымды бір от шарпып кеткендей болды. Басымды тұқыртып алып, артыма қарай алмай тарта бердім. Арада біраз күн өтіп еді. Қысқы демалыс жақындаған, ауылға билет алып қояйын деп вокзалға бардым. Айқайласып, алысып, жұлқысып жүріп, әйтеуір қолым жетті. Топырдан сытылып шыға бергенде, «Жас жігіт», деді біреу жеңімнен тартып. «Билет алдыңыз ғой, міне, мен тұрмын. Бір сомым жетпейді. Рахметіңіз, Құдай үшін». Соңғы сөздері құлағыма біртүрлі таныс көрінді. Дауыста талай естіп жүрген әуезім сияқты. Бұрылып қарадым да тани кеттім. Сол. Басына кигені бұрын алдында жататын күнқағарсыз кепкасы. Үстінде тозығы жеткен ши барқыт күртесі. Иығы да сол бұрынғы, қолсыз, омырайған күйінде. Мені танымады. Күніне менделердің талай алдынан өтіп жатады емес пе? Мен үнсіз, аңырып қалдым, білем. «Билетке 1 сом, рахметіңіз», деді ол тағы да мүсәпір кейіппен. Сасып қалдым. Қолында билет алғаннан қайтқан азғана ақша. Омар-жұмар ұсталған күйінде тұр. Қарап едім, ішінде 1 сомдық жоқ. Майдана 20 тиындық жалғыз-ақ монет көрінді. Соны ұстата салдым. Баратын жеріңе аман-есен жет, бақытты бол. Тәңірі жарылқасын. Бұл шынымен-ақ бір жаққа баратын шығар. Әлде осы уақытқа дейін сол қаражат жинау үшін қайыр сұрап жүрмін ме екен? Неткен қараумын. Қолымда ақша тұрып бергенім оның қажетіне жетпейді. Қазір барып тағы біреуден сұрайды ғой. «Тоқтаңыз», деді ол бұрылып кетіп бара жатқанда. «2 сом ақшаңыз бар ма?» Селк ете түсті де, «А» деп тұрып қалды. Бет бейнесі тез өзгеріп, біреу ұрлығының үстіне түскендей айыпты, жалынышты кейіпке көшті. Мен берген тиынды жалғыз қолының күсті саусақтарымен қатты қысып ұстап алыпты. Сөзімнің сөлекет шыққанын енді түсіндім. «Мә, алыңыз». 3 сомдық тартпақ қағазды жұмарлап алақанына тықтым. Рахмет айтуға шамасы келмей қалды. Ол есін жиғанда мен ұзап кетсем керек. Ертеңіне ойында ештеңе жоқ. Аталмыш көшемен келе жаттым. Рахметіңіз. Сол. Тротуардың шетінде адам аяғымен еріп, малшынған қар үстінде тізерлеп отыр. Жалаң бас, иығы ашық. Алдында күн қағарсыз кір-кір кепкасы жатыр. Ішінде бірнеше бақыр көрінеді. Өткеннің бәріне жерге басы жеткенше иіліп тағзым етеді. Рахметіңіз, Құдай үшін. Қалайша? Ол кеше кетіп қалған жоқ па еді? Кенет маған көзі түсті де, сөзін аяқтай алмай, иегі кемсеңдеп тұрып қалды.